Сәлем достар, көбісі осындай клубника в шоколаде жасап жатыр екен. Мен де жасап көрейін деп шештім. Осындай шоколадтар алдым мен, рахат шоколад и дана үлкен клубникалар алдым. Бұл клубникалардың сочный, тәмді болғаныңызда өте мән беріңіздер, себебі клубника мен шоколад араласқан екен, өте әдемі болуы тиіс. Осындай клубникаларымыздың барлығын жақсылап жуып алдық. Шоколадтарымыз осылай не қылып алдық. Енді клубникамызды жақсылап жуып алғаннан кейін осындай полотенцемен мен құрғатып алдым. Сіздерде салфетка болатын болса, бірден салфеткаға қойып суын алып алсаңыздар болады. Себебі бұл шоколадымыздың жақсылап клубникамызға орнығу үшін құп-құрғақтай болуы тиіс. Әрқайсысынан осылай қатты езбей әдемілеп құрғатып аламыз. Содан соң үй жағдайында мен шпяшкам болмаған соң осындай түз шығғышпен тығып шықтым. 2 данасы керек болды маған. Содан кейін өзінің формасында ұстадым. Әрқайсысын осылай видеодағыдай тығып шығамыз. Сіздерде шпяшка болса, шпяшкамен істеген дұрыс, себебі шоколадқа жаққан кезде өздеріңізге ыңғайлы болады. Үлкен ыдысқа салып, шұңғылдау, стакан болсын, соған шоколадыңызды құйып батырып алсаңыз, керемет клубника шоколады өзіне қабылдайды. Ол менде үй жағдайында болған кейін осылай істедім. Міне водяной банямызға осылай шоколадымызды жақсылап ертіп аламыз. Осылай табиғи жолмен ертіп алған дұрыс. Микроволновкаға өзім сене бермеймін. Водяной баняға әдемі бұл осылай ериді. Әркім өзінің қалауы, егер микроволновкаға ертемесеңіз, өздеріңіз білесіздер. Міне еріп болды. Енді осыған біз сұйық майымызды қосамыз. Менде 3 ас қасық сұйық май қосылды. Бұл жерде 2 рахат шоколад пачкасы кетті менде. Және де клубникам 20 шақтыдан асық болды. Соның өзі өте тойымды болды. Міне майымызбен шоколадымызды жақсылап бір масса қылып араластырып аламыз. Бұл шоколадымыздың клубникаға жақсы орнығуына, жылтыр әдемі сұйық масса болуына көмектеседі. Шоколадымыздың және де қатып қалмауына, ерте қатып қалмауына өте пайдасын тигізеді. Осылай жақсылап араластырып алдық. Енді әрбір клубникамызды шоколадқа осылай айналдырып шығамыз. Әрқайсысын бір данадан осылайнан мұқият айналдырып шығамыз. Сіздерде шпяшка болған кезде сіздер тұрғызып қоясыздар. Сол негізі ыңғайлы. Егер клубника шоколад бизнесмен айналысамын дейтін болсаңыздар, шпяшка міндетті түрде алып, стаканға тұрғызып қойыңыздар. Мен өзіміз жегенге ыңғайлы болу үшін осылай ыдысқа қоя салдым. Және де бұл қатып қалады ғой ыдыста. Сол себепті сіздер тұрғызып қойғандарыңыз дұрыс. Мен жаңағы клубника шоколадты холодильникке салдым. Енді ақ шоколадымызды ерітіп, тура жаңағы тәсілмен оған ақ май құйдым. Және де салафанға құйып, осылай узор жасадым. Менің рецептім ұнап жатқан болса, менің YouTube каналыма міндетті түрде лайк басып, подписка жасап, комментарий қалдырыңыздар. Осындай узор жасасаңыздар да болады. Бұдан да басқа өзіңіздің фантазияларыңызға байланысты. Мен осындай ақ шоколадпен қанын үйлестірдім. Енді сіздер жаңғақ, печенье, шоколад, қара шоколадқа қара шоколад қосып жасасаңыздар да болады. Әртүрлі өздеріңіз қалауларыңыз бойынша сәндеңіздер. Міне менің YouTube каналым Ақерке Қасым. Осыған лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Өте дәмді, сочный шықты. Менің жаңағы видеомды соңына дейін қарағандарыңызға өте ризамын. Маған тіркеліп кетіңіздер. Рахмет.